Арма, ардақты әлеумет, назарларыңызға жарша ақпарат апталығы. Сіздермен бірге мен Нұрлан Тәшімтегі. Апта ағымындағы айшықты жаңалықтарды айтайын. Облыста жұма тарауих аузашар өткізудің тәртібі жергілікті бас санитарлық дәрігердің шешіміне сәйкес өзгертіліп отырады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында өткен баспасөз брифингте Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша бас имамы Болатбек Әбуов баяндады. Дін мәселелерін зерттеу орталығының мамандары Қызылорда қаласындағы фристайл және атамекен сауда үйлерінде қоғамдық радикалдық көріністерге мүлдем төзбеушілікті және радикалдық идеологияға қарсы иммунитетті қалыптастыру бағытында ақпараттық түсіндірме шарасын ұйымдастырды. Акция барысында сауда үйінің сатушылары мен қала тұрғындарына арнайы таратпа материалдары беріліп, қосымша түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Еске салсақ, бұл шара өткен аптада Қорқыт Ата және Отырар сауда үйлерінде ұйымдастырылған болатын. Арман қуып, шетел асқан жастарымыз жетерлік. Олардың көпшілігі озық үлгідегі бағдарламамен танысып, көкжиек танымын кеңейтемін деп оқу орындарын іздеушілер. Мақсатына жету үшін барын аямайтын болашақ мамандар өзге мәдениетке қалай қадам басқанын аңдамай қалады. Тіпті шетелден білім алудың соңы теріс көріністерге соқтықтыратынын байқамайды. Мұның нақты дәлелі тәуелсіздік жылдары Қазақстан азаматтары діни білімін жетілдіремін деген ниетпен шетелдерге барып, түрлі саяси, діни топтардың жетегіне еріп, рухани танымын мүлде басқа арнаға өзгертіп алды. Одан соң елге келіп, қазақ халқының тарихи сахнасында қалыптасқан мәдениеті мен дәстүріне кереғар идеологияны қарқынды түрде насихаттап, өздеріне көптеген ел тұрғындарын ертіп те үлгерді. Сондықтан шетелдік оқу орындарынан білім алғысы келген азаматтар әуелі діни танымын отандық білім ордаларынан қалыптастырып алып, содан кейін Қазақстан Республикасы Дін істер комитеті мақұлдаған шетелдік университеттерге барып жалғастырғаны абзал. Бекітілген талаптарды орындамай, түрлі діни рәсімдер өткізген үшін Арқалық қаласының 28 жастағы тұрғынына сот үкім шығарды. Айта кету керек, бұған дейін де аталған азамат заңсыз миссионерлік қызмет атқарғаны үшін сотты болған. Экстремизмді насихаттайтын 300-ден аса материалды ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі парақшасында жүктеп, сақтаған Шымкент қаласының 2 тұрғыны анықталды. Заңсыздық интернет мониторинг жүргізу барысында белгілі болды. Бұл факті бойынша тергеу ісі жүріп жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын орай «Менің отаным, менің отбасым» тақырыбындағы шығармашылық байқауға түзеу мекемесіндегі жазасын өтеушілер шақырылды. Хабарландыруды естігендер қызығушылық танытып, оған қатысатындықтарын жеткізді. Бұл шара бас бостандығынан айырылған азаматтардың өмірге деген оң көзқарасын қалыптастыру, шығармашылыққа бейімдерін арттыруға негізделген. Байқау қорытындысы бойынша үздік шығармалардың авторлары арнайы алғыс хатпен және бағалы сыйлықтармен марапатталатын болады. 15 сәуір күні Қызылорда облысы Дін істер басқармасы Дін мәселелерін зерттеу орталығы ЗК 169-5 түзеу мекемесінде жазасын өтеушілерге арнап кезекті ашық есік күнін өткізді. Жоспарлы шарада орталық директоры Бақытжан Камалов және бөлім басшысы Жеңісбек Дәрібаев сотталушылармен емен жарқын әңгіме өрбітіп, олардың тарапынан қойылған сауалдарға жауап берді. Кездесу соңында бас бостандығынан айырылғандарға құрма, құтыдағы ауыз су және жеңіл жейделер таратылды. Арнамыздың тұрақты көрермендері жағымды жаңалықтармен қауышайық. Келесі жұмада жүздескенше ауызбіршілікте болайық.